Баршаңызға сәлем. Жалпы өткен сабақта біздер функционал блоктармен танысқан болатынбыз. Соның ішінде триггер, булев алгебра және таймер дейді. Солармен енді осы өткен блоктармен шағын бір кішігірім бағдарлама жасақ болады. Мысалы, электр қозғалтқышты реверс жасау схемасы бар ғой, соған бағдарлама жазайық. Қалай жасау болады? Ол үшін бізге триггерге барайық. Бұл жерде детектор передний фронттан аламыз. Так. Менде 3 кнопка болады. Жазып тастайым. Мына жерде блок комментарий бар. Комментарий жазып қойсақ болады. Былай жазба, кнопка пуск деп бірінші. Пуск 1 деп. Пуск 1 деп жазып қоямын. Так, оның свойства барсақ, мына жерде бізде түсін өзгерту болады және цвет фон дейді. Жасыл түсті таңдайық. Окей, так. Прозрачность 200 дейік. 200. Кнопка пуск және осыны копировать етейік. И екінші кнопка пуск дейік. Пуск 2 дейік. Одан кейін тағы комментарий жазайық. Мына жерде кнопка стоп болсын бізде. Оны бізді қызыл түспен белгілейік. 200 болсын. Прозрачность фоны. Одан кейін цвет бордюра біздер қызыл түсті таңдайық. Цвет фон. Стоп, осылай жазып қойса болады екен, түсінікті үшін. Әрбір кірістің қасына. Одан кейін мен жалғаймын. Бұлай жылжытса да болады. Одан бізге 2 триггер керек. Яғни приоритетім включение дейді. Включение, яғни басымдылық пускта болу керек. Осы 2 триггерді алайық. Және бізде функцияға барып инверсия керек болады. 2 инверсия. Так, 2 инверсия керек болады. Және логический функция и керек болады. 2 n керек болады. Так, I1-ден жалғаймыз. Сетке жалғаймын. Одан кейін менде әрдайым менде n-ға инверсиямен 1 беріп тұрамын. 1 беремін. Яғни екінші кнопканы басқан кезде триггерде мен команда түсетін болса, не істейді? Қосылмай қалады екен. Так. Одан екіншісінде дәл осылай жасаймыз. Так, былай барайық. Так, приоритет. Боласын былай. Так, одан кейін мінекей. Енді кнопка стоппы, ол бізде жалпы бірдей болады. Яғни бәріне бір стопты қолданамыз. Мінекей осылай. Мінекей. Осылай қолданайық. Одан кейін мінекей бізде Q1-ге бірінші контакт қосамыз. Q2-ге екінші контакт қосамыз. Бұл жерде енді сары шығып кетті. Яғни бізде бұлай электр тізбегі былай тұйық деген сөз. Ол үшін біздер мына жерде бір не бар еді. Так, линия задержка дейді, сосын қолданамыз осыны. Осыны қолданамыз. Осыны қолданайық. Осыны. Енді мына жерге жазып қоямын. Бұл комментариймен жазып қоямын. Менде бұл, мысалы айтайық, KM1 деп. KM1.
түсін белгілеп қояйын. Мысалы 200 болсын. Цвет фона қандай дейікші? Мысалы сары дейікші. Яғни оранжевый цвет. Копировать етем. Одан кейін KM2. Яғни міне контакттар, мынау күйеу бірінші контакторды қосады, мынау күйеу екінші контактор қосады. Оны жылжытушын былай жалпы белгілейміз, одан кейін былай жылытсақ болады екен. Симуляторды қосып тексеріп алайық, схемасы қалай жұмыс жасап тұрған. Бізде жалпы реверс схемасын жинаған кезде бізде электрлік блокировка болу керек. Яғни екі контактор екеуі бірдей қатар қосылып кетпеу керек. Сондықтан да бізде бірінші кнопканы батырман басқан кезде, бірінші пуск басқан кезде, екінші пуск бассақ та екінші неміз, яғни контакторымыз қосылмау керек. Екіншісі контакторды керісінше қосып бірді басатын болсақ, екінші бір қосылмау керек. Міне қарайық. Міне команда бердім. Бірінші контактор қосылды. Енді екінші контактор қосқым келеді. Екінші контактор неге? Мінекей қосылмайды. Себебі менде мына контактор, яғни мына триггерім менің мына инверсия арқылы мына эндіға не істеп тұр? Қостырмай тұр. Эндіні мына жерде десе, эндіда бізге, яғни иде екі бірдей логикалық бір мән түсу керек. Ол неге түспей тұр? Себебі мен мына триггермен не істеп тұрмын? Бұлай бермей тұр, қостырмай тұрмын. Мінекей. Ол үшін екінші пускты басу үшін мен істеу керекпін. Пуск кнопкасын, яғни стоп батырмасын басу керекпін. Енді пуск бірді басам, KM1 қосылды. Пуск екі несейді, қосылмайды. Пуск екі басам, бастым қысқа уақытта. Бірді басам, қосылмайды. Бірді дәл солай. Стоп басам, одан кейін бар несейді. Енді осы бағдарламамызды, программаны яғни құйып көрейік. Ол үшін бізге настройка портты барамыз. Последний портты таңдаймыз. Яғни компортты таңдаймыз. Менде 3 компорт басамыз. Одан кейін бізде байланыс орнатылу керек. Орнатылғаннан кейін біздер байланыс әлі орнатылған жоқ. Себебі менде USB шнур қосылмаған. Байланыс орнатылу керек. Байланыс орнатылды. Енді міне записать программу прибор дейді. Так. Міне менде программа жазылып жатыр. Мінекей, енді менде мынау KM1 болса, мынау менде KM2. Енді міне кнопканы басамын. Мінекей, қосылды. KM1, екінші батырман басамын. Яғни бұл менде стоп. Енді үшінші батырман басам. Менде пуск қосылды. Екінші нем қосылды? Лампочкам қосылды. Яғни контактордың орнында екінші лампочкам тұр екен. Міне бірінші лампочканы басамын. Бірінші лампочкам несейді қосылмайды. Себебі менде программа ішінде, міне бана бағдарлама ішінде мен несейді логика, яғни блокировка жасадым. Мінекей. Бірінші басам, мінекей, үшінші батырман басам. Яғни қосылмайды. Бірінші стоп басамын, одан кейін бар қосады екен. Егер де видео ролик ұнап жатырса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны таратамыз. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.